металды алғаш меңгерген көшпенділер дейді, өткен біздің жерімізде ашық жатқан самородоктар болған. Аса үлкен аумақты алып жатқан Сарыарқа аумағы орталық Қазақстан ежелгі дәуірлерден бері тау-кен кәсіпшілігі дамып, металл қорытылған аймақтардың қатарына жатады. Металл бізге цивилизацияның ең алдыңғы қатары. Себебі металл арқылы біз біріншіден территориямызды кеңейттік. Ұлы дала, ежелгі металлургтер мекені. Адам баласының пайда болғаннан күні бүгінге дейінгі ғұмыр тарихын 100% деп алсақ, соның 99-ын тас ғасыр жалмапты. Атқа міну, пойызды ойлап табу, айға қону. Бұл оқиғалардың бәрі-бәрі бертіндегі 1%-дің ішінде жүр. Ал енді, әлгі 1%-дің жойқын өзгерістердің заманын не бастап берді? Білесіз бе, бүгінгідей дүркіреген дәуірді металл тудырды. Адам осы металлмен танысу арқылы аз ғана уақыт ішінде осындай жетістіктерге жетті. Енді сұрақ, ең алғашқы металл не еді? Оны кім бірінші тапты? Кім алғашқы болып балқытты? Месопотамия, Мысыр, көне Еллада немесе Ұлы дала. Қазақстан территориясындағы аса үлкен аумақты алып жатқан Сарыарқа аумағы орталық Қазақстан ежелгі дәуірлерден бері тау-кен кәсіпшілігі дамып, металл қорытылған аймақтардың қатарына жатады. Соның бірі Жезқазған Ұлытау аймағы қазіргі. Біздің жеріміз Жезқазғанда мысалы тонна, орыстың бір инженері тонна самородок пісті тапқан. Алғаш металлды меңгерген көшпенділер екені ол рас болды. Дәлдеп отырған. Ұлы дала, адамзаттың ең алғаш металмен танысқан мекендерінің бірі деген байламды соңғы кезде зерттеушілер батыл түрде айтып жүр. Өйткені, көне дәуірлерде металға бай тау жыныстары Қазақстан аумағында көптеп кездесті. Дәл осы байлық көне заман адамдарының металмен ойда жоқта танысуына өте бір қолайлы жағдай туғызды. Жезқазғанның тастарының барлығы негізінен мысты құмтас, лазурит, азурит, хризоколла, яғни мысқа бай кен тастары. Осыдан ошақ жасаған адам, ол қызғаннан кейін одан металдың балқып түскен, ол сол металды міне алғашқы мыс осы болатын. Неолит адамы өзінің ең бірінші жер бетіндегі металлург екенін білген жоқ. Жаңалық осылай басталды. Қарапайым ғана тас ошақтардан. Ерген балқыманы ежелгі адам қолға алып бажайлап көрді. Тасқа ұқсамайтын мүлдем бөлек зат. Жылтыр, өткір, қатты. Енді әдейілеп жасыл қызғылт тастарды оттың айналасына қоя бастады. Осылайша Ұлы далада алғашқы металл өндірілді. Алғашқы металлург өмірге келді. Айтпақшы, ең алғаш рет табылған металға бірінші болып ат берген далалықтар екен. Әлекен айтады, жез деген сөз деп сөйтейді. Бұл ежелгі түркілердің сөздерін бүкіл Евразия континентіне тараған деп сөйтейді. Ең көне тілдерде, гот тілдерінде, грек тілдерінде, санскрит тілдерінде жез, мыс деген атау, иез деп аталған. Иез. Яғни мыстың ең көне атауы. Бұл кейінірек римдіктер Кипр аралдарын жаулап алғаннан кейін, ол Кипрден мыс шыққаннан кейін Купрумға айналған сол елдің атауыменен. Купрум кейін шыққан ат. Бірақ Купрум атауыменен иез атауы алғашқы дәуірлерде қатар жүрген. Әлкей Марғұлан, жезді ең алғаш кім тапты? Күллі әлем әлгі металды сол табушының қойған атымен, яғни біз қойған атпен айтып жүрді дейді. Бірақ мыстан жасалған бұйым тым майысқақ болатын. Енді әлгі ұсталар қолындағы металдардың беріктігін арттыру үшін мысқа неше түрлі қоспаны араластыра бастады. Осыдан 6000 жыл бұрын керемет жаңалық ашылды. Мысқа қалайыны қосып, содан одан мыстан мықты, қатты және төзімді қола металын шығарған. Осылардың барлығы міне қазір Қазақ даласында жүрген атқарылған шаруалар осыдан 4000-5000 жыл бұрын. Қола дәуірі. Қоланы ойлап табу оңай болған жоқ. Мысты мықты ету үшін қорғасын, мырыш қосқандар болды. Бұл эксперимент жүздеген жылдар бойы тоқтамады. Ақыр соңында қалайға тоқтапты. Алайда, мысқа қалайны арнайы пропорциясын өлшеп қана қосу керек. Сонда ғана қажетті берік металл шығады.
мысалға садақтың ұшын немесе найзаның ұшыне 10% ғана қосады қалайына. Ал енді ана пышақтарға, басқа да бұйымдарға оларға 7-8%. Сондықтан қалай көп емес, 90% немесе 95% мыс. Қоланы игерген адамзат баласы бірінші рет мыңдаған тұрғыны бар қоныстар мен қалалар соқты. Алғашқы мемлекеттер бой көтерді. Планетаның әр жерінен бірі асып түсетін өркениеттер ошағы өсіп шыға бастады. Міне, табиғатта жоқ жасанды металды ойлап табу адамзатты осыншама деңгейге көтеріп тастады. Бірінші рет қоланы кім қорытып алғанын ешкім дөп басып айта алмайды. Біреулер қола Месопотамия өркениетінде бірінші пайда болды десе, басқалары мұны грек ұсталарының туындысы деседі. Бірақ қола дәуіріне көшкен адамзат баласына ұлы даланың мол шикізат қоры да аса қажет еді. Евразия кеңістігінде жаңа айттым ғой, енді қалай көрінген жерде бола бермейді. Енді ең негізгі өндіріс осы Қазақ даласында болған. Сондықтан дағы басқа жерлерде қола металын жасап өндіру процесі тек осы мына қазір Қазақ жеріндегі өндірілетін қалайға тәуелді болған. Соның мысалы ретінде Месопотамия, қазір Ирактың территориясы, Қос өзен, Тигр, Ефрат өзендерінің бойында өмір сүрген халықтардың жасалған қола бұйымдарының құрамында осы Алтайдан шыққан, Алтайдан өндірілген қалай кездеседі деген қорытынды жасалды. Дүниенің төрт тарабына металл сату үшін даладағы кен қазу, өндіріс ісінің ауқымы үлкен болу керек. Далалы аймақтағы металлургиялық өндіріс ошақтарының өте көп болғандығы ғылыми тұрғыда дәлелденіп қойған. Жезқазғанның өзінен дейді. Сонау ежелгі заманда, яғни қола дәуірінің өзінде 1 миллион тонна руда кәдімгі нетілген екен, балқытылған екен дейді. 1 миллион тонна. Сонда руданың ішінде 10% дейтін болсақ, сонда 100 мың тонна руда, яғни 100 мың тонна қола алған. Ол оншама ненің барлығы, яғни біздің өзімізге ішкі кәдімгі қажеттілігімізге қажет жоқ. Соншама. Соны біз сатқан болуға тиіспіз. Кенге бай жерде дөп басып табу, сол руданы тас жыныстардан ажыратып алу, балқыту, одан бұйым жасау. Осыншама технологияны қолында ұстап отырған ұлт бай ұлт болар хақ. Көне дәуірде бабаларымыз өндірген бір қой тасындай ғана металлына өзге жұрт отар қойын беретін. Өйткені металлургия әлемі сол замандағы өте күрделі, құпия білім еді. Металл қай заманда болмасын байлықтың, бақуаттылықтың негізгі белгісі. Металы бар мемлекет, қуатты мемлекет, басқаға билігін жүргізе алатын мемлекет. Сондықтан да ғалымдардың, әсіресе біздің Қарағанды мемлекеттік университетінің Сарыарқа білестер ғылыми зерттеу орталығы, сонда ғалымдардың зерттеулері бойынша қола дәуірінде, жалпы жер бетіндегі қола дәуірінде тайпалар кезеңінде адамдардың өмір сүру жасы әлде қайда аз болған. Әйелдері 33 жас, ер азаматтар 35 жас жасайтын болған, ең үлкен жас. Ал орталық Қазақстандағы тайпалардың өмір сүру жасы одан әлде қайда жоғары болған. Осының өзі орталық Қазақстанда металдың негізгі рөл атқарғандығын және оның сол тайпалық одақтардың өмір сүруі менен әлеуметтік жағдайына, тұрмысына ерекше әсер еткендігін, өмір сүру жағдайын жақсартқандығын көрсетеді. Қола дәуірінде Жезқазған, Ұлытау, Алтай етегінде тіршілік қайнап тұрды. Әлкей Марғұлан 60-шы жылдары қазіргі Сәтпаев пен Жезқазған қаласы төңірегіндегі ежелгі мыс өндірген кен орындарын картаға түсіреді. Сол кезде осы екі орталықтың айналасындағы 15-20 шақырымдық радиусте ежелгі замандарда аршылған, қазылған 140-қа жуық кеніш пен кен орындарын тапқан. Ал Қаныш Сәтпаев осы жерге геологиялық зерттеу жүргізгенде кен аршылған 400 орынды картаға түсірген. Әлкей Марғұлан осы деректерді саралай келе, қола дәуірінде Жезқазған Ұлытау өлкесінде, қола кезеңінде қазіргі металлургиялық кәсіпорындарынан кем түспейтін өндіріс ошақтары жұмыс жасаған деп тұжырымдайды. Жалпы металлургия, тау-кен кәсіпшілігі еңбек күшін өте көп қажет ететін кәсіптердің бірі саналады.
бір ғана тұрақтың төңірегінде металл балқыту кәсібімен айналысу үшін бір ғана тұрақтың төңірегінде Марғұланның еңбектерінде айтылады 1000 жарымға дейін адам жұмыс істеді. Бір ғана Милығұдық қонысының төңірегінде ең үлкен қоныс 10 мыңдаған кеншілер мен металлургтер жұмыс істеді дейді. Бұлардың барлығы сол заманда тайпалардың барлығы негізгі айналысқан кәсіпшілігі металлургия болғандығын және ол өзінің күнделікті өмір сүру тұрмысы соның бәріне әсер еткендігін көрсетеді. Бір сәтте жүздеген, мыңдаған адам жұмыс істеген қоныстардың бірі Атасу. Археологтар бұл кентті аршып алғанда шүпіреген көп пештің орындарын тапқан. Ошақ түбіне қатқан қош лақтарға қарағанда бұл пештердің біреуі бір сәтте 20-30 келі мыс балқытқаны белгілі болып отыр. Мен шақырғанда айтты, осы жерде біз 25 пеш тауып алдық дейді. Мен таңғалдым онда. Мен онда бірінші неткенде айтым, жігіттер, мынау бірінші үлкен металлургический комбинат қой. Тарихта басқа жерде сондай пеш табылды ма дейді. Тарихта кімдер, археологтар тұр, ғалымдар тұр, жоқ, онда табылған жоқ дейді. Онда мынандай нәрсе осы жерде бірінші рет біздің Сарыарқаның жерінде осындай үлкен металлургический комбинат істелінген. Атасу қонысында металлургтер тұрмысқа қажет бұйымдарды қоладан құйып сатып отырған. Мұнан бөлек, дүниені дүрілдеткен далалықтардың армиясына жебе найза осы қоныста соғылған. Міне, көп пештің болуының себебі. Конница 10 мың дейді, 10 мың кісі. Одарға ең аз болса 10 стрела керек, наконечниктер істеу керек. 100 мың істеу керек. Оны жылдам істеу керек қой. Одар тұрмайды ғой, 1-2 жыл күтіп қай уақытта одар дайды. Сол үшін бәрі істеу үшін көп пештер, оны сондай заказ дейді ғой қазір. Оны жылдам істеп беретін. Атасу қонысы сол заманның металлургиялық зауыты болған секілді. Айтпақша, осы қоныстағы пештер әлемнің ешбір жерінде кездеспейді. Ежелгі ұсталар ошақтың жылуын мейлінше пайдаға жарату үшін бір пешті 3 қызметке икемдеген. Мәселен, қазан шұңқырында металл қорытса пештің ауызғы тұсында қыш ыдыстарды күйдірген. Сосын басқа металлургиялық пештерден мұны ерекшелеп тұратыны мұржасы. Түтін шығатын құдығы жер астымен жүргізіліп, 30 метрге дейін созылып жатыр. Осы ұзын мұржа тұрғын жайлардың астымен жүргізіліпті. Осылайша жылы еден әдісін ойлап тауып қолданысқа енгізген. Если былай қараса, бір неде 3 идеяны бірген еткен. Металл неткен, обжиг керамики и жылы пол. Гениальный. Бұл гениальный техническое изобретение. Оған, сол уақытта мынандай күшті нәрсе істеген. Қола дәуіріндегі тағы бір ірі қоныс Талдысай аталады. Бұл елді мекендерді металлургиялық пештердің музейі деуге болғандай. Өйткені мыс балқытқан ошақтардың сан түрі өте жақсы қалыпта сақталған. Әуелгісі кең тараған жер үсті ошағы. Дулыға пішіндес, мұржасы ұзын болып келеді. Пештің айналасында ауа үрлейтін көріктері болады. Ал келесі ошақтың түрі осы Талдысайдан өзге ешбір жерде кездеспеген. Эксклюзив десек болады. Чем уникален вообще Талдысай? Талдысай қонысы несімен ерекшеленеді десек, бұл жерден ежелгі елдердің ешбірінде кездеспеген шахталық пеш табылды. Қазақтың жер ошағына ұқсайды. Далалықтар отын тапшылығын шешу үшін осындай ошақ түрін ойлап тапқан. Қазір нақты айта аламыз. Бұл пеш тек Талдысай металлургтерінің өнер табысы. Шахталық пеш тағы да әлемнің ешбір жерінде кездескен жоқ. Таза далалықтардың өнер табысы. Шахталық ошақтар жасау олардың ойына қалай келді? Өйткені жер үсті пешін 800 градусқа дейін көтеріп, 2-3 келі мыс алу үшін 1 тоннаға жуық ағаш жағуын керек. Дала суық болса, пештің қабырғаларынан 80 градустық жылулық далаға шығып кетеді. Бекерге энергия жоғалтпас үшін далалықтар жер ошақты ойлап шығарған секілді. Қандай оймен келген одар. Енді мынау жерде, осы несінде, осы температура болса, насы жерге кете береді ғой, бұлай. Ол перпендикулярный температурасын кетеді, бұлай. Отдача тепла дейді, кетіп отырады. И насы жылы күнде нетіп отырса, қыздырып отырса,
потери тепла минимум. Знаете? Это тоже идея. Талдысай, Алат қоныстарындағы шахталық пеш, әзірге бірегей нысан. Бұл кеннен мысты айырып алудың сарарқалық технологиясы. Қысқасы, қазақ даласы ең алғаш металл өндірілген мекеннің бірі. Археологиялық ғылыми зерттеулер қола дәуірі замандағы металлургия ісінде Ұлытау жезқазған өңірі теңдессіз ірі өндіріс ошағы болғандығы анықталды. Бұл дегеніміз ежелден бері осы жерде мекендеген жергілікті халық. Яғни, біздің бабаларымыз нағыз кенші болды дегенді білдіреді. Олар тек кенші болып қойған жоқ. Кен өндірумен, өңдеуді игере жүріп, адамзат тарихындағы ұлы өркениетке жол ашты.